Бәріне сәлем, сіздермен бірге Адам организмі каналы. Сұлулыққа жаны құмар нәзік жандылар әдемілік үшін бәрін жасайды. Осы орайда азиаттардың бет терісіне көпшіліктің қызығатыны рас. Корей қыздарының бет күтіміне қарап, косметика мен күтімге қажеттінің бәрін ала беретін аурулар көп ақ. Бірақ үйде бар қарапайым заттармен де күтім жасап әдемі болып жүруге болады. Күріштің пайдасы көп екені бәрімізге мәлім. Негізінен күрішті Қытай, Жапония және Корея елдері тамақ жасаудан бөлек ғасырлар бойы шашы мен терісіне күтім жасау үшін пайдаланған. Дәлірек айтсақ, күріштің суын. Неліктен күрішті жуғаннан кейін суын төкпеу керек? Оның құрамында В, С, Е дәрумендері және минералдар бар. Бұл композиция бет терісін жұмсартады, ағартады және күннен қорғайды. Күріш суының арқасында бет терісіндегі қабынудан, бөртпеден және безеуден құтылуға болады. Сондай-ақ күріш суы қартаюдың алғашқы белгілерінен арылуға көмектеседі. Күннің күйіп қалуының әсерін азайтады және күріш суымен жуған соң бет терісіңіз айнадай жылтырап тұрады. Қымбат тониктердің орнына күріш суын тұрақты түрде қолдануға кеңес береміз. Нәтижесі сізге міндетті түрде ұнайды. Кейбіреулер күріш суымен тоник ретінде қолданғанды жақсы көреді. Ал басқалары күріш суымен беттерін сүрту үшін әдетте мұз қылып қатырып, кейін қатқан соң бетін сол мұзбен сүртеді. Күріштің артықшылығы көп. Ең бастысы арзан, қолжетімді. Бар болғаны күріштен палау немесе басқа да тағам жасар кезде күріш суын төгуге асықпаңыз. Күрішті жуғаннан кейін суын сақтай отырып, күрішті сүзгіден өткізіңіз. Содан соң күріш суын бөлме температурасына дейін салқындатып, ауа өткізбейтін қақпағы бар шыны ыдыста сақтаңыз. Оны тоңазытқышта 4 күнге дейін қойсаңыз болады. Күріш суы теріні тазарту, сергіту және ағарту, күннің күйіп қалуы мен қартаю дақтарымен күресу үшін арзан және тиімді табиғи құрал деп саналады. Күріш суының емдік қасиеттерін ертеден білген жапон гейшалары оны тұрақты түрде пайдаланған. Күріш суын үнемі қолданғанда гиперпигментация мен қоңырдақтар да азаяды деген сенім бар. Себебі су кез келген қымбат ағартатын сарысу немесе крем сияқты жұмыс істейді. Ендеше күріш суын қалай қолданған дұрыс? Күнделікті макияжды сүртуге арналған ватный дискті күріш суына жақсылап сіңіріп, таңертең және кешке сұйықтықты бетіңізге жағыңыз. Бетіңізді ештемемен сүртпей, табиғи түрде құрғатыңыз және мүмкіндік болса, шаймая қойған дұрыс. Кореяда күріш суын аз мөлшерде лимон шырыны мен бидай ұнын араластыру арқылы беттеріне маска жасап қолданады. 17-18 ғасырлардағы Жосон әулеті кезінде патша сарайының ханымдары теріні ағарту үшін күріш суын пайдаланған және бұл суды теңдесі жоқ сұлулық құралы ретінде көрген. Күріш суы безеумен қабынуға да көмектеседі, себебі ол қызаруды азайтады. Ал күріштен суға тасымалданатын крахмал экземадағы қабынуды басады. Күріш суының тағы бір пайдалы қасиеті кондиционер ретінде әрекет ете отырып, шашқа күтім жасауға қабілетті. Жапон ғалымдары күріш суының шаштың серпімділігі мен тарағыштығын жақсартатынын анықтап, бұл фактіні растаған. Қытай қыздары сыртқы келбетіне өте мұқият қарайды. Шаш күтіміне де ерекше мән береді. Осыған байланысты олар ұзақ уақыт бойы шаштарын әдемілік үшін әрі шаштың өсуі үшін күріш суын қолданған екен. Шашты шаюға арналған күріш суы сусабын қолданғаннан кейін
бірден қолданылады. Сұйықтықтың мөлшері негізінен шаштың ұзындығына байланысты. Шашыңызды шайып болғаннан кейін басыңызды ақырын уқалаңыз. Артық сұйықтықтан арылу үшін шашты бүкіл ұзындығы бойынша сығыңыз. Шашыңызды кондиционер немесе маскаларсыз құрғатуға тырысыңыз. Негізінен күріш суымен жуғаннан кейін шашты 15 минутқа қалдырған дұрыс. Егер шашыңыз бұйра әрі тарағанда ұйысып қала беретін болса, күріш суымен жуғаннан соң шашыңыз да оңай таралады. Күріш суын аптасына кемінде 2 рет қолданыңыз. Жақсы нәтижеге жету үшін тұрақтылықты ұмытпаңыз. Өмірден алынған мысал, дүние жүзіндегі ең ұзын шашты әйелдер Қытайдың Хуанло деген шағын ауылында тұрған. Ауыл тіпті Гиннестің рекордтар кітабінде әлемдегі ең ұзын шашы бар ауыл деген атпен енген екен. Ал қытайлықтар бұл ауылды ұзын шаштылар ауылы деп атаған. Хуанло әйелдерінің шашының орташа ұзындығы 1,7 метр, ал ең ұзын шаш 2,1 метрден асады. Олардың құпиясы ғасырлар бойы Хуанло әйелдері табиғи сусабын ретінде дәстүрлі түрде әдетте ашытылған күріш суын пайдаланған. Керемет ұзындыққа қоса, Жапониядағы яу әйелдерінің шаштары өз түсін ұзағырақ сақтайды деп айтылады. Оларда ақ шаш 80 жылдан кейін ғана пайда болады. Ауыл әйелдері шаштарын жуатын күріш суы шашқа көрік беріп, күш береді деп сенеді. Егер шашыңыз құрғақ және зақымдалған әрі жылтырлығы аз болса, шашқа арналған күріш суы сізге көп көмегін тигізеді. Егер шашыңыз ұшталған және өсуі баяу болса, күріш суынан жасалған маскаларды қолдансаңыз болады. Егер бетіңіздегі және мойныңыздағы әжімдерді кетіргіңіз келсе, күріштен жасалатын масканы дайындауға кеңес береміз. Негізінен косметологтар күріштен жасалатын маскаларды 30 жастан асқан аруларға жасаған дұрыс деп кеңес береді. Маска жасаудағы ең басты ингредиент күріш, яғни күрішті қайнатқаннан кейін оны суынан бөліп алып, оған бал немесе сүт қосу арқылы маска жасасаңыз болады. Масканың түрлері описание бөлімінде бар. Егер бетіңізді әппақырдай ақ қылғыңыз келсе, әрі мимикалық әжімдерден арылғыңыз келсе, осы маскаларды дайындап көруге кеңес береміз.